Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс осы аптаның жаңалықтар легін ұсынамыз. 23 қарашадан Нұр Отан партиясының саяси кеңесі отырысында бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаев партия төрағалығын Қасым-Жомарт Тоқаевқа тапсырды. Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібай саяси кеңестің кеңейтілген отырысында Нұрсұлтан Назарбаев партияны президент басқару тиіс деп, Нұр Отан партиясы төрағасы өкілетін тапсыруды ұйғарды. Өкілетті тапсыру процедурасы партия жарғысына сәйкес жүзеге асырылды деп жазды. Қазақстанда 30 жылға жуық үзіліссіз басқарған Нұрсұлтан Назарбаев 2019 жылы наурызда президент қызметінен кетті. Алайда біраз маңызды құзыретті сақтап қалған еді. Оған Қазақстан қауіпсіздік кеңесін өмір бойы басқару құқығы берілген. Қанат Бозымбаев Алматы облысының әкімі болып тағайындалды. Редакция мәлім еткенде, жаңа әкім сәрсенбі күні облыстық мәслихатының кезектен тыс отырысының облыс активіне президент әкімшілігінің басшысы Ерлан Қошанов таныстырды. Қанат Бозымбаев 2019 жылғы желтоқсан айында президенттің көмекшісі болды, ал бұған дейін 2016 жылғы наурыздан бастап энергетика министрі қызметін атқарды. Жетісу Бозымбаевтың басқару карьеріндегі Қазақстанның үшінші өңірі. 2009 жылғы қарашадан бастап 2013 жылғы желтоқсанға дейін ол Жамбыл облысын табысты басқарды. 2016 жылға дейін әлеуметтік экономикалық және өнеркәсіптік даму тұрғысынан Павлодар облысына әкім лауазымына ауыстырылды. Одан да мықты шаруашылық жүргізуші болып бекітілді. 2019 жылғы наурызға дейін жұмыс істеді. Қазақстанда әскери борышын өтеп жүрген сарбаздар нарыққа қажетті білімді, дағдылар мен мамандықтарды тегін алады. Бұл туралы Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Мерзімді әскери қызметшілер қос мақсаттағы әскери мамандықтарды меңгереді. Оның ішінде ауыр жүк машиналарының жүргізушісі, экскаваторшы, тракторшы, жол төсегіш, дизельші, электрші, байланыс мамандары және тағы басқалары бар. Құрлық әскерлерінің оқу-жаттығу орталығында қазірдің өзінде жүк көлігін жүргізушілерді даярлауға арналған оқу ротасы құрылған. Жыл сайын мұнда еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша 160-қа жуық маман даярлау жоспарланған. Сабақтар келер жылы басталады. Екінші қабылдау қорытындысы бойынша магистратураға 6800, докторантурада оқу үшін 700 мыңнан астам өтініш берілген. Бұл туралы Білім және ғылым министрі хабарлады. Үміткерлер жылына 2 рет магистратура мен докторантураға құжат тапсыра алады деген шешім қабылданған. Бұл жаңалықты қандай да бір себептерге байланысты алғашқы қабылдау науқанында өтініш беруге мүмкіндігі болмаған мыңдаған қазақстандық қуанышпен қарсы алды. Енді тестілеуді сәтті тапсырған 7000-ға жуық үміткер жазғы қабылдау қорытындысы бойынша артық қалған гранттарды жеңіп алады деп атап өтті Білім және ғылым министрі Қуаныш Ерғалиев. Магистратураға кешенді тестілеу мен докторантураға түсу имтихандары 2-11 желтоқсан аралығында өткізіледі. TOEFL ITP тестінің нәтижелерімен докторантураға түсушілер ағылшын тілін білуге арналған қосымша тест тапсырады. Ол имтиханын тапсыруға дейін өткізіледі. Тест тапсырмасы жалпы 100 сұрақтан тұрады. Білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттар 2021 жылғы 25 желтоқсанға дейін қабылданады. Магистратура мен докторантураға қабылдау 2021 жылдың 26 желтоқсаны мен 2022 жылдың 10 қаңтары аралығында өтеді. Дегенмен Білім және ғылым министрлігі сұранысқа сай келмейтін 50 мамандық бойынша колледждерді қабылдауды тоқтатты. Ведомство техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары мен біліктіліктердің жаңа сыныптаушысын әзірлеп бекітті. Өзгерістер колледждерде оқытылатын мамандықтар еңбек нарығының қазіргі сұраныстарына сәйкес келу үшін жасалған. Мәселен, қазақстандық колледждерде сынама іріктеуші, шам жасаушы, гувернер, заңгер консультант және тағы да басқа мамандықтар бойынша қабылдау тоқтатылды. Сондай-ақ шектеушіден білім беру ұйымының зертханашысы, патенттану және де басқа да мамандықтар алынып тасталды. Апта легі осындай. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақньюс.kz сайтынан оқи аласыздар. Келесі жүздескенше.